Бүгінгі тақырыбымыз механиканың сақталу заңдары. Әрине бұл жерде энергия мен моментум, импульстың сақталу заңдары. Бірінші жұмыстан бастаймыз. Жұмыс дегеніміз денеге әсер ететін күштің орын ауыстыруына, жүрген жолына көбейтіндісін айтамыз. Жұмыс деп біз W деген белгіні қолданамыз. Ол W деген ағылшынша сөзден work деген сөзден пайда болған күш. Ол F деп белгілейміз, көбейтеміз, орын ауыстыруы, жүрген жолы. Көп жағдайда орын ауыстырумен жүрген жол бірдей болып жатады. Сол үшін ыңғайлы болу үшін жүрген жолы деп түсіндіре берейін. Күш көбейтеміз, жүрген жолы. Суретін сыза кетейік. Горизонталь жазықтық. Осы жерде бір денеміз орналасқан болсын. Денеміз оған горизонталь бағытта, мысалы F деген күш әсер етеді. Және ол горизонталь бағытта қозғалады. X деген арақашықта қозғалса, осы күштің жасаған жұмысы F көбейтілген X болады. Және оң таңбалы бір сан шығады. Мысалы 100 жол дейік. Неге оң таңбалы? Өйткені күш әсер еткен бағытында қозғалып жатыр денеміз. Кейбір жағдайларда күш әсер еткен бағытқа қарсы қозғалуы мүмкін. Өйткені басқа күштердің әсерінен, мысалы, сонда осылай болсын. F деген күш солға бағытталған, бірақ ол инерциямен немесе басқа күштің әсерімен оңға қарай қозғалып бара жатқан бір жағдайды қарастырайық. Осы кезде жұмысымыз әрине күш көбейтілген жол болады, бірақ теріс таңба шығады. Алдына теріс таңба қоямыз, өйткені күшке қарсы бағытта қозғалып бара жатыр. Және өлшем бірлігіне келетін болсақ, формулада көргендеріңіздей күш көбейту жол, яғни бұл жерде жұмыстың өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр болып саналады. Бұл жұмыстың өлшем бірлігі. Бірақ осының арнайы бір аты бар. 1 ньютон көбейтілген 1 метр, ол тең болады 1 жолға. Бұл жол жұмыстың арнайы өлшем бірлігі болып саналады. Ньютон көбейту метрді қолдансаңыздар болады, жолды қолдансаңыздар да болады. Көбінесе бұл қалыптасқан жолды қолданамыз. Мысалы, есеп шығарып көрейік. Бірінші есеп. Массасы 80 кг адам, массасы 20 кг жүкпен 10 метр биіктікке көтерілген. Генде атқарылған жұмыс. Енді бұны логически ойлап көреміз. 50 кг адам өзі, қолында 20 кг бар, жалпы 100 кг. Жалпы салмақ 100 кг. Енді адам осы 100 кг-ды жоғары көтеру үшін ең азынан осыған пара-пар күш әсер ету керек. Адам жоғары қарай. Адамға жоғары қарай. Ол әрине осының ауырлық күші, ол mg дейміз. 100 көбейтілген 10, ауырлық күші бізде 100 ньютон шығады. Яғни адамға әсер ететін күш 100 емес, кешіріңіздер, 10.000 ньютон. mg тең болады 1000 ньютон. Адамға жоғары қарай 1000 ньютон әсер ету керек. Ең азынан ол қозғала алу үшін. Демек, атқарылған жұмыс, сол күш көбейтілген жүрілген жолы, күшіміз біз білеміз минимум ол 1000 ньютон болу керек, және ол 10 метрге қозғалады, сонда жұмысымыз 10.000 жолы болады. Жауаптардың арасында ол С екен. Екінші есеп, денеге қозғалысында ауырлық күшінің жұмысы оң болатын. Қай кезде оң болатын еді? Егер күш әсер еткен бағытта дене қозғалса. Бұл жерде біз ауырлық күші, яғни ауырлық күші біз білесіздер әрқашан вертикаль төмен әсер етеді, және ол тең болады mg-ға. Төмен әсер етеді, демек дене төменге қарай қозғалу керек. Сол бағытта, күштің бағытында. Сол кезде жұмыс оң болады екен. Сол нұсқаның арасынан табу керекпіз. Тасты жоғары лақтырған кезде ауырлық күші төмен, бірақ ол жоғары қозғалып бара жатыр. Демек, бұл дұрыс емес. Доп жоғары лақтырғанда, тас пен доптың айырмашылығы жоқ, ауырлық күші төмен, бірақ жоғары көтеріліп бара жатыр. Қарсы бағытта қозғалып бара жатыр. Сыны оқып көрейік, тас төмен құлағанда. Міне, тасқа әсер ететін ауырлық күші төмен, және ол төмен қозғалып бара жатыр. Демек, жауабы С болып табылады. Үшінші есеп, 15 метр секунд тұрақты жылдамдықпен. Тұрақты жылдамдық, яғни бұл жерде үдеуі 0-ге тең, бұны белгілеп қойайық бірден. Үдеуі 0-ге тең, өйткені жылдамдық тұрақты. Қозғалып
қозғалатын массасы 1000 килограмм локомотивтің 1 секунд уақыт ішінде жұмысы дейді. Яғни локомотив қозғалу үшін бірінші үйкеліс күшін жеңу керек, Бұл жерде білеміз, локомотивті мен мынандай қылып сызайын. Бұл оңға қарай V деген жылдамдықпен қозғалып бара жатыр, метр секундпен. Демек үйкеліс күші солға бағытталады, F үйкеліс дейік. Оңға қозғалып бара жатыр, локомотивтің өзінің тарту күші бар, оңға бағытталған. Басқа күш жоқ бұл жерде. Горизонталь бағытта әрине. Вертикаль бағытта күштерді қарастырмаймыз, өйткені бұл горизонталь бағытта қозғалып бара жатыр. Вертикаль бағыттағылар сызайық, ауырлық күші және оған қарсы нормаль күші бар, N. Үйкеліс күші үшін қажет. Горизонталь бағытта тұрақты жылдамдықпен қозғалып бара жатыр, яғни үдеуі 0-ге тең болғандықтан локомотивтің тартқыш күші F тең болу керек үйкеліс күшіне. Осы кезде ғана үдеуі 0-ге тең болады. Осы арқылы біз F-ті таба аламыз. Локомотивтің тартқыш күшін, ол үйкеліс коэффициенті көбейтілген нормал күш. Бұл жағдайда нормал күш суретте көріп тұрсыздар ауырлық күшіне тең. Демек F тең болады үйкеліс коэффициенті 0,1, салмағы массасы 1000, еркінсу үдеуі 10 деп есептесек, сонда күш қанша шығады? 100 шығады, қателеспесем, 100 ньютон шығады. Енді жұмысқа келетін болсақ, жұмысымыз тең күш көбейтілген орын ауыстыру, жүрген жол бұл жағдайда. Жүрген жол тұрақты жылдамдықпен болғандықтан V көбейту T болады. Сонда F-тіміз 100-ге тең, жылдамдығымыз 15-ге тең, уақытымыз 1 секунд. Сонда жүрген жұмысымыз не болады? 1500 жол болады, 1500 жол. Жауаптардың арасында ол Е екен. Төртінші есеп. Массасы 1 килограмм дене 5 метр көлбеу АБ жастықпен сырғып түсті. Одан кейін 3 метр горизонталь жастықпен БС қозғалды. Суретте көрініп тұрғандай, одан кейін 3 метр биіктікке СД көтерілді. Дәл сол деңгейге көтерілді, суретте байқап тұрсаңыздар. Одан кейін горизонтпен 7 метр солға қарай жүріп, бастапқы нүктеге қайтты. Бүкіл жол бойы денеге әсер ететін ауырлық күшін толық жұмысы. Енді ауырлық күшін формуласын жазайық. F көбейтілген орын ауыстыруы. Бұл жағдайда орын ауыстырумен жүрген жол бірдей емес, сол үшін бұл жерде орын ауыстыру қолданамыз. Орын ауыстыру негізі қолдануымыз керек әрқашанда. Енді қараңыздар, бұл жерде F дегеніміз ауырлық күші, көбейтеміз жүрген жолға. Енді қараңыздар, орын ауыстыруға. Орын ауыстыру ол қайтадан сол орынға келгеннен кейін, оның орын ауыстыру негізі 0-ге тең, сондықтан жұмыс 0-ге тең болады. Жауабы С. Ары қарай жалғастырамыз тақырыбымызды. Энергия. Энергия дегеніміз дененің жұмыс істеу қабілеттілігінің сипаттамасы. Яғни жұмыс жасалынып жатса, және оның басқаша сипаттауға болады. Энергия мен жұмыспен байланысты құбылыс, физикалық шама энергия дейткенбіз. Әрине бұл жерде механикалық энергия туралы сөз қозғаймыз. Өйткені энергияның түрлері көп білесіздер. Жарық энергиясы, дыбыс энергиясы, химиялық энергия деген сияқты. Оларды қарастырмаймыз. Бұл тарауда тек қана механикалық энергияны қарастырамыз. Механикалық энергияның 2-3 түрі бар. Ең көп қолданатын. Біріншісі кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия дененің массасы мен жылдамдықтың квадратының көбейтіндісінің жартысына тең физикалық шама. Яғни қысқаша айтатын болсақ, кинетикалық энергия, егер бір массасы бар дене қозғалып бара жатса, оның энергиясы болады. Соны біз қысқаша кинетикалық энергия дейміз. Оның формуласы мынаған тең. Мен 2 деп белгілейін. Энергия кинетикалық тең болады массасы жылдамдықтың квадратына бөлеміз 2-ге. Осы кинетикалық энергияның формуласы. М деген массасы бар дене, В деген жылдамдықпен қозғалып бара жатса, оның осы теңдеуге сәйкес кинетикалық энергиясы болады екен. Бұл энергия негізі жұмыс жасалынса, кинетикалық энергиясы көбейеді. Жұмыс жасалынса, демек F күші әсер етеді, демек оның жылдамдығы артады, демек кинетикалық энергиясы артады. Осы жерден жұмыс пен энергияның арасында
байланысты таба аламыз. Бұның өлшем бірлігі джоул, өйткені жұмыспен бірдей болғаннан кейін бұны кинетикалық энергияның кез келген энергияның өлшем бірлігі джоул болып табылады. Енді қараңыздар, осы жерде жұмыс пен кинетикалық энергияның арасында бір байланыс табуға болады екен негізі. Мысалы, бір денемізді алайық, оның бастапқы жылдамдығы v1 болсын, және осы бағытта F деген күш әсер етсін. F деген күштің әсерінен үдемелі қозғалады бір қалыпта. Біраз уақыттан кейін осы дененің жылдамдығы v2 болады, v2 болады, x деген жол жүргеннен кейін. Енді қараңыздар, кинематикада біз білеміз, екінші теңдеуді қолданып көрейік. Екінші теңдеуді v2 квадрат соңғы жылдамдық, яғни бастапқы жылдамдықтың квадраты қосылған, өткен жылдамдығы көбейіп жатыр, 2 көбейтіп үдеу көбейтілген x деген форма естеріңізде. Енді осы жерде үдеуіміз біздің Ньютонның екінші заңы бойынша мына формуланы табуға болады. Осы жерден үдеуіміз тең болады F бөлінген m. Осы үдеуді біз бірінші формулаға, яғни мына жерге әкеліп қоятын болсақ, мынандай нәрсе шығады екен. v2 квадрат, v1 квадрат қосылған 2f бөлінген m көбейтілген x. Енді мен барлық жағын m-ге көбейтейін, 2-ге бөлейін. Сол кезде мынандай нәрсе шығады. mv2 квадрат, өйткені m-ге көбейттім, 2-ге бөлдім. Тең болады, m-ге көбейттім, 2-ге бөлдім. Мына жерден m мен 2 қысқарады, демек fx қалады. Енді бұл жерде мұқият қарасаңыздар, мұқият қарайтын болсақ, мынауымыз біздің соңғы кинетикалық энергия, mv квадрат бөлу 2. Мына жердегі бізде бастапқы кинетикалық энергия, ең басында бірдей. А мынауымыз естеріңізде болса жұмыс. Сол кезде соңғы кинетикалық энергия тең болады бастапқы кинетикалық энергия қосылған жұмыс. Яғни жұмыс пен энергияның, кинетикалық энергияның арасында осындай байланыс бар екен, неге өлшем бірліктері бірдей екен, осы жерден көруге болады. Есеп шығарып көрейік. Әрине, ұбт-да өте оңай есептер келеді. Тек қана бір форма қолданып шығаратын есептер өте көп. Мынау да солардың бірі. 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы берілген, оның массасын табу керек. Бір ғана формуламен шығатын есептер. Кинетикалық энергияның формуласын жазамыз. mv квадрат бөлінген 2. Мына жерде 400, массасы белгісіз, бөлінген 2, v квадрат, 20-ның квадраты. Осы жерден неше шығады? 400 тең болады 20-ның квадраты 400, m квадрат емес, m бөлінген 2. 400 бен 400 қысқарады, осы жерден түсінікті болғандай массасы тең болады 2 килограмм екен. Жауабы бұл болу керек. Алтыншы есеп. Бірінші дененің массасы екіншісінен 3 есе көп, ал жылдамдығы 3 есе кем. Олардың кинетикалық энергиясы қатынасы. Екі дене бар екен. Бірінші дене және екінші дене белгілеп алайық. Бірінші дененің массасы екіншісінен 3 есе көп, яғни 3m дейді. Екіншісінің массасы m болса, біріншісінікі 3m. 3 есе көп. Ал жылдамдығы 3 есе кем. Демек, екіншісінің жылдамдығы 3v болса, біріншісінің жылдамдығы 3 есе кем v болады екен. Осы екеуінің энергияларының, кинетикалық энергияның қатынасын табу керек. Яғни, мынаны табу керек. Екіншісінің кинетикалық энергиясын бөлеміз біріншісінің кинетикалық энергиясын. Екіншісінің кинетикалық энергиясы өзінің массасы, өзінің жылдамдығының квадраты бөлінген 2. Бөлеміз біріншісінің кинетикалық энергиясына, оның массасы 3m, жылдамдығы v квадрат бөлінген 2. Осыны енді шығарамыз. 9v квадрат болады бөлінген 2. 2, 3m v квадрат. Қысқартуға болады. Массаны v квадратты 2 қысқарады. 9 бен 3 қысқарады. Жоғарыда 3 қалады. Сонда жауабы 3 шығады екен. Бұл жерде жауап Б. Екіншісімен біріншісіне қатысты. Екіншісінің біріншісіне қатысты, яғни біз дұрыс дедік.
Келесі механикалық энергияның екінші түрі, ол потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия деп денелердің өзара орналасуына байланысты, яғни екі дененің ара қашықтығына байланысты орналасу деп біз соны түсінеміз. Жер бетінен h биіктікке орналасқан дененің потенциалдық энергиясы. Мысалы, мынау жер болсын, жер беті. Денеміз мына жерде орналасқан болсын, сол жерде тұр. Мына биіктік бізде h болсын. Демек, бұл дененің осы жерге салыстырған кезде бір потенциалдық энергиясы бар екен. Ол потенциалдық энергия EP деп белгілейік. Оның массасын көбейтеміз еркін түсу дене және көбейтеміз биіктікке. Осы дененің потенциалдық энергиясы болып саналады. Яғни дене массасына тәуелді энергиясы, еркін түсу үдеуіне тәуелді. Демек, ол сол қандай ғаламшарда, қандай планета орналасқаны да маңызды. Өйткені еркін түсу үдеу соған байланысты. Одан кейін қандай биіктікте орналасқан. Жоғарыда орналасқан болса, оның потенциалдық энергиясы көп болады. Оны қалай басқаша түсіндіруге болады? Биіктіктен тастаған зат жерге қатты құлайды. Демек, оның бастапқы энергиясы көп болған. Яғни биіктікке пропорционал деп айтуға болады. Осы бізде потенциалдық энергия болып табылады. Есеп шығарып көрейік. 7-ші есеп. Потенциалдық энергия 10 килоджоул, массасы 2 тонна дененің нөлдік деңгейден биіктігі. Бұл жерде нөлдік деңгей деп, яғни мысалы үстелдің немесе жерді санап тұр, ол маңызды емес. Бізде биіктікті табу керек. Формуласын жазайық. Потенциалдық энергияның бірінші. Әрқашан формуланы жазуға тырысыңыздар. Формула көз алдарыңызда тұрса, есеп шығару немесе қате жіберу ықтималдығы азаяды. Потенциалдық энергия 10 килоджоул, демек 10 мың джоул. Массасы 2 тонна, біз килограмм арқылы жазуымыз керек, өйткені С жүйесінде, еркін түсу үдеуі 10, биіктік табу керек. Осы жерде нөлдерді қысқартуға болады. Сол жақта, оң жақта 4 нөл бар екен. Екі жақта да мен 10 мыңға бөлсем болады екен. Сонда сол жақта 1 қалады, оң жақта 2 h қалады. Осы жерден h тең болады 1 бөлу 2 немесе 0,5 метр болады. Өйткені метрде С жүйесінде метр шығады. Жауабы Е. 8-ші есеп. 50 килограмм адам жер бетінен 4 метрге көтерілгендегі потенциал энергиясы. Қайтадан бір формамен шығатын есептер. Массасын еркін түсу үдеуін көбейтеміз биіктікке. Массасы 50, еркін түсу үдеуі 10 деп берілген, демек жер екен. Көбейту 4 биіктік. Осы жерден 4 пен 50-ді көйтсек, 200-ге 10-ді көйтсек 2000. 2000 джоул. Осындай жауапты іздейміз. 2000 джоул деген А нұсқасында бар екен. Тағы да механикалық энергияның түрі ол деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Бұл жерде деформация деп серіппе, пружина дейміз орысша айтқан кезде. Серіппе туралы айтылып жатыр. Өйткені серіппенің деформация жасау оңай. Оны созуға да болады, сығуға да болады. Сол үшін бұл жерде көбінесе серіппе туралы әңгіме қозғалады. Оны да серіппенің потенциал энергиясы деп атаймыз. Оны EP деп белгілейік. Ол Kx квадрат бөлу 2. Бұл жерде K деген не, X деген не, оны түсіндіре кетеміз. K деген ол серіппенің қатаңдығы, білесіздер. Гук заңында да біз қолдағанбыз. Гук заңы бойынша серіппеге әсер ететін күш ол K көбейтіліп X, теріс бағытта, сол үшін теріс таңбасы болады. Теріс таңбасы ол тек қана бағытын білдіреді. Негізі ол сан мәні тек қана K көбейтіліп X. X деген сол кезде гук заңында не еді? Ол пружинаның ұзындығы емес. Но еркін тұрған серіппе болсын. Яғни ешқандай күш жоқ бұл жерде, күш нөлге тең. Егер осыны созатын болсақ бір күшпен, ол X-ке созылады. Қаншаға созылғанын біз X деп атаймыз, немесе қаншаға сығылғанын. Сол мөлшерді ғана біз X деп есептейміз. Соның квадраты көбейтілген серіппенің қатаңдығын және оны 2-ге бөлсек, осы серіппенің потенциалдық энергиясы болып саналады екен. Өйткені серіппені біз созсақ, ол бізді артқа тартады ғой. Не үшін артқа тартады? Демек бір энергиясы бар. Бұл негізі сол энергия. Серіппенің потенциалдық энергиясы. Энергиясы болмаған нәрсе ол қозғала алмайды, білесіздер. Есеп шығарып көрейік. Деформацияланбаған серіппе 0,1 метрге сығылды, яғни X-іміз 0,1-ге тең. Қатаңдығы берілген.
серіппенің потенциал энергиясын өзгерісі дейді. Әрине басында ол 0 болды. Сондықтан бұл жерде өзгерісі 0,1 метрге сығылған кездегі энергияға тең болады. Потенциал энергияны жазайық. Kx квадрат бөлу 2 k 90-ға тең, x 0,1-ге тең, оның квадратын аламыз, бөлінген 2. 90 бөлу 2 45, 0,1-дің квадраты 0,1, жауап болады 0,45 жол. Яғни бұл жерде жауабы С. 10-шы есеп. Серпімділік күшінің модулі F-тің серіппенің деформациясы X-ке тәуелділігі F тең 40 К дейді. Жазып алайық. Енді қараңыздар, бұл неге ұқсайды? Көк жағына ұқсайды. К көбейтіп X. Осы жерден нені түсінуге болады? Қатаңдығы пружинаның серіппенің 40 екен. Осындай мәлімет бізден шықты бірінші теңдеуден. Жалғастырайық. Серіппені X-ға созған кездегі оның потенциалдық энергиясы дейді. Енді осыны қолдану арқылы потенциал энергиясын табайық. Потенциал энергияның формуласы бұны жаттап алу керек. Әрине kx квадрат бөлу 2. К бізде 40 екенін дәлелдедік. Көбейту x квадрат. Осы жерден неше шығады? 40 бөлу 2 ол 20 x квадрат. Бұндай жауап бізде бар екен Б. Б деген жауап болады. Енді үш түрлі механикалық энергияны айттық. Үш түрлі кинетикалық энергия, одан кейін потенциалдық энергия, одан кейін пружинаның серіппенің потенциал энергиясы. Осы үшеуі ең маңызды. Және жұмыс бар, ең алғашқы. Ол да энергия болып табылады. Жұмыс ол күшке байланысты, күштің әсерінен қозғалса, кинетикалық энергия егер қозғалып бар жатса, V деген жылдамдығы болса, соған тәуелді энергия болып табылады. Потенциалдық энергия биіктікке байланысты, орналасуына байланысты энергия. Одан кейін пружинаның серіппенің энергиясы ол сығылуына немесе созылуына байланысты энергия болып табылады. Сондықтан толық механикалық энергия дегеніміз, егер денеде кинетикалық энергияда және потенциалдық энергияда бар болса, немесе жүйеде серіппе бар, серіппеде созылған немесе сығылған болса, осы энергиялардың барлығының қосындысын, мысалы кинетик энергия бар, потенциалдық энергия бар, бір жүйеде. Осының барлығын біз қосқан кезде механикалық энергия деп атаймыз. Барлық энергияның қосындысы. Енді өте маңызды нәрсе осы жерде, осы толық энергия ешқашан өзгермейді. Толық энергия, мысалы толық энергия 100 жол болса, сол әрқашан 100 жол тұрақты болып қалады. Констант деп атаймыз, ағылшынша. Тұрақты. Бірақ бұл 100 жол, мысалы, кинетикалық түрден потенциалдық түрге, потенциалдық түрден жұмысқа, жұмыстан серіппенің несіне ауысып отырады. 100 жол басында 100 жол тек қана кинетикалық болса, біраздан кейін оның 50 жолы кинетикалық энергия, 50 жол потенциал энергия болуы мүмкін. Яғни барлық механикалық энергияның қосындысы ешқашан өзгермейді. Ешқашан өзгермейді. Немесе былай айтсақ болады. Бастапқы толық энергия, бастапқы бір процесс болайын деп жатыр, мысалы бір дене құлап келе жатыр. Сол тең болады соңғы толық механикалық энергия. Ол соңында процесстен кейін кинетикалық энергия болуы мүмкін, потенциал энергия болуы мүмкін, жұмыс болуы мүмкін, соның бәрін қосқан кезде соны соңғы механикалық энергия дейміз. Осы өте маңызды. Осыған байланысты есеп шығаруға тырысайық. 11-ші есеп. Массасы М дене V жылдамдықпен қозғалып келе жатты, серіппені созады дейді. V деген жылдамдықпен келе жатты, серіппені созады. Бір максимумға созады, бір X-ке. Егер дененің массасын 4 есе азайтып, ал жылдамдығын 4 есе көбейтетін болса, онда серіппенің деформациясы. Енді бірінші М деген массамен және V деген жылдамдықпен қозғалған кезде пружина қаншалықты созылады, соны тауып алайық. Біз білеміз, бастапқы толық энергия тең болу керек соңғы толық энергия. Басында тек қана дене қозғалып келе жатты, кинетикалық энергиясы бар. Серіппе ол кезде деформацияланбаған, созылмаған да, сығылмаған да. Соңында максимум серіппені созады да, дене тоқтайды. Яғни кинетикалық энергиясы дененің 0 болады. Тек қана серіппе созылғандықтан серіппенің энергиясы болады, kx квадрат бөлінген 2.
Бұны осылай қояйық. Екінші жағдайда дейді, егер массасын 4 есе азайтып, жылдамдығын 4 есе көбейтсек, мынаны x1 дейік, басында x1 созылды. Онда серппенің деформациясы қанша есе өзгереді? Дәл осыны жазамыз. Бірақ массасы өзгерген, жылдамдығы өзгерген, және де деформациясы өзгеруі мүмкін. Массасы 4 есе азайтты, яғни m бөлінген 4 v квадрат. Жылдамдығы 4 есе көбейген, бөлеміз 2, mv квадрат бөлу 2-ні қолдандық. Тең болады kx2 квадрат бөлінген 2. Осы жерден біз x1 мен x2-нің арасында байланыс табуға тырысамыз. Мына жерден 4 квадрат ол 16 болады. 16 mv квадрат бөлінген астында 4 көбейту 2 тең болады. Бұл бізде kx2 квадрат бөлінген 2. 4 пен 16 қысқарса жоғарыда 4 қалады, яғни 4 mv квадрат бөлінген 2. Енді қараңыздар. Мына mv квадрат бөлу 2 негізі ол неге тең? kx1 квадрат бөлінген 2. Соны жазайын. 4 қалады kx1 квадрат бөлінген 2. Енді бұл жерде математика, логика. Мына екеуі тең. Осы екеуін теңестіретін болсақ, kx2 квадрат бөлінген 2 тең болады 4 көбейту kx квадрат бөлінген 2. Калар қысқарады, 2-лер қысқарады. x2 квадрат тең болады 4x1 квадрат. Осы жерден түбірасын алатын болсақ, екі жақты да, екі жағынан да, онда түсінікті, x2 тең болады 2x1. Жауабы екесе көбейеді. Екесе көбейеді, x1 еді, енді 2x1 болады, екесе көбейеді. Жауабы А болып табылады. 12-ші есеп. Бұл да жаңағы энергияның сақталу жағынан шықты, толық энергияның сақталуы. 12-ші есеп. Массасы 0,5 кг шар, суреттегідей биіктігі 1,5 метр бетпен төмен домалайды. Екінші нүктеде шардың кинетикалық энергиясының мәні. Яғни мына екінші нүктеде кинетикалық энергиясын табу керек. Ол үшін мен осы жердегі оның жылдамдығын білуім керек. Егер мен тіке мына форманы қолданғым келсе, 2 метр екінші нүктеде, ең төменгі нүктеде оның жылдамдығын бірінші табуым керек екен. Оны қалай табамыз? Оны табу қиын, кинематика динамиканы қолдану арқылы. Өйткені көлбеу жазықтың бұрышы берілмеген, сол үшін оны табу қиындау. Сол үшін біз энергияның сақталу жағын жазайық. Бірінші нүктедегі толық энергия тең болу керек екінші нүктедегі толық энергия. Бірінші нүктеде ол тек қана потенциалдық энергиясы бар, жылдамдығы жоқ. Екінші нүктеде биіктік 0-ге тең болды, биіктік жоқ, демек потенциал энергия жоқ, тек қана кинетика энергиясы бар. Демек бізде табу керек, есептеу керек mv квадрат бөлу 2, а ол неге тең екен? mgh-ға. Демек былай жаза аламыз біз, mv квадрат бөлу 2 тең болады mgh, осы арқылы есептесек болады. 0,5 көбейтілген 10 көбейтілген биіктік 1/5. Осы жерден неше шығады? 0,5 көбейтілген 1/5 бұл шығады 0,75 жол. Ондай жауап бізде 0,75 С. С нұсқасы дұрыс екен. Енді қуат дегеніміз бар. Қуат дегеніміз не? Қуат деген бірлік уақыт ішінде атқарылған жұмысты сипаттайтын физикалық шама. Яғни энергия жұмсаймыз ғой, жұмыс жасалынады. Сол 1 секундта қанша жұмыс жасалынады? Былайынша мағынасы сол. Жылдамдық, энергияның жұмсалу жылдамдығы деп айтсақ болады. Оны N деп белгілеп жатады, P деп те белгілейтіндер бар. Ол тең жұмыс бөлінген уақыт. Жұмыс әрине, жұмысты біз жол арқылы қолданамыз. Уақытты секунд арқылы. Осындай өлшем бірлігі бар екен, жол бөлінген секунд, бірақ бұның да арнайы өлшем бірлігі бар қуаттың, ол ватт. Ватт деген ол арнайы өлшем бірлігі. Енді жұмыс бөлінген уақыт
Жұмысты біз білеміз. Бұл жерде А деп белгіледім. W деп те белгілеуге болады. Жұмыс неге тең? Ол күш көбейтілген орын ауыстыру жүрген жол, бөлеміз Т-ға. Енді қараңыздар. Жүрген жол бөлу уақыт нені білдіреді? Әрине жылдамдықты. Демек, күш көбейту жылдамдықта неге тең бола алады екен? Қуатына тең бола алады екен. Осыны ескере отырып есептерді шығарайық. 13-ші есеп. Кран массасы 5000 кг жүкті 10 метр биіктікке 25 секундта көтерді. Кранның пайдалы қуаты. Енді қараңыздар, қуат дегеніміз не? Жұмыс бөлінген. Бұл жерде жұмыс не ол? Жүкті 10 метрге көтеру. Яғни ауырлық күші мынадай жұмыс жасайды. X күш көбейтілген жол. Ауырлық күш массасы 5000, еркін сөйлеу 10, жүрген жолы 10, бөлеміз 25 секундқа. Енді қараңыздар, бұл жерде тез шығаратын жолдар 50-ді алайық. 50-ді 25-ке бөлсек 2 шығады, артында 1, 2, 3, 4. 4 нөл қалады екен. Демек 2 артында 4 нөлі бар. Ол не деген сөз? 20 000 ватт. Ондай жауап жоқ. Демек киловатт арқылы жазсақ 3 нөлін алып тастаймыз. 20 киловатт болады екен. Жауабы Е. 14-ші есеп. Жылдамдығы 10,8 км/сағат, тарту күші 1,5 килоньютон, электровоздың қуаты табу керек. Жылдамдықпен күш берілген. Естеріңізде болса, біз теңдеуді дәлелдеген едік. Осы жерден күш 1,5 килоньютон, демек 1500 ньютон. Жылдамдықтан абай боламыз. Ол километр сағатпен берілген. Біз оны метр секундқа айналдыруымыз керек. Метр секундқа айналдыру үшін 1000-ға көбейтіп 3600-ға бөлуіміз керек. Сол кезде метр секунд шығады. Осы жерден жылдамдық қанша болады? 10,18 бөлеміз 3/6, жауап 3 шығады. 3 метр секунд. Көбейтеміз 3-ке. Қуаты сонда 1000-ға 3-ке көбейтсек 4500 ватт. Немесе 4,5 киловатт. Жауабы А нұсқасы. 15-ші есеп. 900 км/сағат жылдамдықпен ұшу кезінде Ил-62 ұшағының барлық 4 двигателі 30 мегаватт қуат өндіреді. Осы режиммен жұмыс істегенде бір двигательдің тарту күші. Енді қараңыздар. Бұл жерде 4 двигатель 30 мегаватт қуат өндірсе, әр қайсысы неше өндіреді? 30 бөлінген 4, демек 7,5 мегаватт қуат өндіреді екен. Әр қайсысы. Өйткені бізде бір двигательдің тарту күшін табуымыз керек. Енді біз білеміз, қуат тең болады күш көбейтілген жылдамдық. Біз бір двигательдің несін таптық? 7,5 мегаватт. Мегаватт деген 10-ның 6 дәрежесі. Күші белгісіз. Жылдамдығы 900 км/сағат. Бұны неге айналдырамыз? Метр секундқа. Демек 900-ді бөлеміз 3/6-ға. Неше шығады? 900 бөлінген 3/6, 250 метр секунд екен. 250 метр секунд. F көбейтілген 250 болады. Осы жерден F тең болады 7,5 10-ның 6 дәрежесі, мен былай жазайын, 750 10-ның 4 дәрежесі дейін бөлінген 250. Осы жерден көріп тұрғаныңыздар 3 10-ның 4 дәрежесі ньютон шығады. Немесе оны 30 килоньютон деп жазуға болады. Жауабы Б болады екен. Пайдалы әсер коэффициенті. Пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз, мысалы, бір жұмыс жасаған кезде сенің жұмсайтын энергияң бар, жұмысың бар, соңында пайдалы жұмыс бар. Әрине, жұмсалынатын бір жұмысты жасау үшін оған жұмсалынатын жұмыс пайдалы жұмыстан әрқашан көп болады. Пәк деп айтамыз.
Қысқаша ол пәк тең болады пайдалы жұмыс бөлеміз барлық жұмсалған жұмыс, барлық жұмсалған жұмыс. Әрине пайыздық мөлшерде табу үшін, есептеу үшін оны 100-ге көбейтеміз. Әрине бұны түсіну үшін есеп шығарайық. Осы жерден біз түсінеміз, қаншалықты біздің қолданып жатқан методымыз, техникамыз, двигателіміз пайдалы екен. 16-шы есеп, пәк 40% көлбеу жастықпен 400 жол жұмыс жасап көтерілген дененің пайда. Яғни жалпы 400 жол жұмсалған. Осының 400-ден азы пайдасы теді, 400-ден азы ғана пайдалы. Өйткені жұмсалған жұмыстан көп пайда таба алмайсың. Демек, жауаптардың арасын біз қараймыз. А деген жауап бола алмайды, Е деген жауап бола алмайды. 1000, 400-ден көп 500, 400-ден көп 400-дің өзі де болмайды. Дұрыс қой, 400-дің өзі де болмайды. Енді бұны логически шығаратын болсақ, 50% болса пәк, онда жауап Д шығады, неде? Жартысы, 400-дің жартысы. 400, бұл жерде 40%, демек жауап 160 болу керек. Дәлелдейік. Бірінші формуласын жазып алайық. Пайдалы жұмыс бөлінген барлық жұмсалған жұмыс, жұмсалған жұмыс немесе барлық жұмыс деп жатамыз. Сан мәндерін қоятын болсақ, 40 тең болады. Пайдалы жұмыс белгісіз. Жұмсалған жұмыс 400, көбейтілген 100. Мына жерде 100-ді қысқартуға болады. Демек 40 тең болады. Пайдалы жұмыс бөлінген 4. Осы жерден түсінікті. Пайдалы жұмыс тең болады 160 жол екен. Біздің ойлағанымыз дұрыс екен. Жауап Б болып табылады. Егер формуланы ұмытып қалсаңыздар, осылай логически шығаруға болады екен. 17-ші есеп. 5 килоджоул толық жұмыс жасаған пәкі 75% қондырғының пайдалы жұмысы. Бұл да жаңағы немен сәйкес келеді. 75 пайдалы жұмыс белгісіз. Жұмсалған жұмыс 5 килоджоул, демек 5000 жол, 100%, бір нөл артық кетті, 100. Осы жерден нөлдерді қысқартсақ болады. Осы жерден пайдалы жұмыс бізде тең болады. 75 көбейтілген 50 болады. 75 көбейтілген 50. Жауап шығады 3750 жол екен. Килоджоул арқылы жазатын болсақ, 1000-ға бөлеміз 3,75. 100-ден 75 килоджоул деген жауап шығады екен. Яғни бұл жерде жауап нұсқасы Е. Келесі тақырыбымыз импульс және денелердің соқтығысулары. Энергияны осы жерден аяқтаймыз, импульсті бастаймыз. Бұл да сақталынады, өйткені механикалық сақталу заңдарына жатады. Импульс дегеніміз не? Дененің импульс деп дененің массасы мен жылдамдығын көбейтіндісін айтамыз. Яғни бір дене М деген массасы бар, В деген жылдамдығы болса, бұның импульсі бар, және ол импульс тең болады П деген, ағылшынша П деген әріпті қолданамыз. Массасы мен жылдамдығын көбейтіндісін дененің импульс деп атайды екенбіз. Өте қарапайым. Әрине массасы 800 килограмм, жылдамдық метр секунд болу керек. Есептер шығарып көрейік. Өте қарапайым есептер. ОБТ-да кездесетін 80 км секунд жылдамдықпен айналатын массасы 3 тонна жер серігінің импульсы дейді. Импульс біз білеміз, массасы мен жылдамдықтың көбейтіндісі, бірақ бұл жерде абайлау керек өлшем бірліктері. Мына жерде километр, мына жерде тонна. Массасы 3 тонна, демек 3000 килограмм. Жылдамдық 8 км секунд, оны метрге айналдыратын болсақ, 8000 метр секунд, метр секунд жазбай-ақ қояйын. Сонда жауап неше шығады? 3 пен 8 көбейтсек 24, артында неше нөлі бар? 3, 6 нөлі бар. Осындай килограмм көбейту метр секунд. Бұндай жауап іздейміз. Ондай жауап
дәл осындай жауап жоқ, басқаша жазылған. 2,4 оның 7-сі деп жазуға болады бұны. Жауабы Д болып табылады. 19-ші есеп. 1 килограмм дене бір қалыпты қозғалыста өзінің жылдамдығы 10 метр секундтан 20 метр секундқа өзгертті. Дененің импульсінің өзгерісі. Бастапқы импульс неге тең? P1 массасы көбейту V1. Ол тең 1 килограмм көбейту 10. Бастапқы импульсы дененің 10 екен. Біраз уақыттан кейін оның импульсы массасын көбейтеміз, сол кездегі жылдамдық. Ол тең болады 1 массасы өзгермейді 20-ға жылдамдығы 20 болады екен. Қараңыздар, бастапқы импульсы 10, соңғы импульс 20, қаншаға өзгерді? Айырмашылығы, екеуінің айырмашылығы 10 болып табылады. 20 азайтылған 10, жауабы С. Енді бұл дененің импульсы массасы мен жылдамдықтың көбейтіндісі болып табылады. Енді келейік, күштің импульсы деген нәрсе бар. Күштің импульсы әрине күшпен байланысты болу керек. Мысалы, бағана алдыңғы есепте жылдамдық көбейді. Бастапқы импульс 10 еді, соңғы импульс 20. 10 деген импульс айырмашылығы бар. Ол қайдан келді? Біреу оған берді. Ол 10 деген импульс. Ол кім береді? Ол күш ретінде береді. Біреу жіппен тартады, біреуінің двигателі бар машинасын дегенде. Осы жерден пайда болады күш импульсы. Бұл импульс тең болады күш көбейтілген уақыт екен. Әрине күш ньютонмен, уақыт секундпен қолдану керек. Күш көбейту Т, қысқаша F-ті дейміз. Осы біздің күш импульсы болып табылады екен. Бағанағы айырмашылық шыққан 10 импульс, негізі осы күш импульстің берілгені қосымша. Сондықтан ол 20-ға көбейді импульс дененің. Есеп шығарып көрейік. 2 минут ішінде денеге 100 ньютон күш әсер етті. Күш импульсы. Күш көбейту уақыт. Күшіміз 100 ньютон, уақытымыз 2 минут, 10 секунд арқылы жазатын болсақ, 120 секунд. Сонда күш импульсы неше болады? 12 артында 3 нолі бар. F көбейту Т болғаннан кейін ньютон көбейту С секунд. Жауабымыз А екен. Импульстың сақталу заңдары. Бағана энергияны айтып кеттік. Толық энергия ешқашан өзгермейді. Азаймайды да, көбеймейді да. Тек қана бір түрінен екінші түріне ауысып отырады. Импульс деді дәл солай сақталынады. Бастапқы импульс немесе толық импульс ешқашан өзгермейді. Тек қана бір денеден екінші денеге ауысып отырады. Импульс. Бірақ толық импульс ешқашан өзгермейді. Бұлай жазсақ болады. Бастапқы импульс, толық импульс жүйенің тең болу керек жүйенің барлық импульстарын қосындысына соңғы. Ол жерде 2 дене болуы мүмкін, 3 дене болуы мүмкін, күш импульсы болуы мүмкін, бір күш әсер етіп. Соның бәрін қосқан кезде ешқашан өзгермеу керек. Бұл жерде бір нәрсені ұмытпау керек. Импульс ол вектор, яғни бағыты бар. Массаны көбейтеміз жылдамдыққа. Масса ол скаляр, тек қана сандық шама. Ал жылдамдық бағыты болғаннан кейін, сол жылдамдықтың бағытында импульс болады. Қай бағытта қозғалып бара жатса, сол бағытта импульс болады екен. Өйткені импульс векторлық шама, ұмытпаңыздар. Соған байланысты есеп шығарайық. 21-ші есеп. Денелердің импульстарының координата осьтеріне проекциялары мынандай дейді. 3 дене бар екен, көріп тұрмыз. 1 деп тұр, 2, 3. Үшеуінің де X және Y проекциясы, горизонталь және вертикаль бағыттағы импульстары берілген. Бұл жерде теріс таңбалы сандар да бар. Теріс таңбалы деген, мысалы, үшіншісін қараңыздар, P3X теріс, ол біз OX-ті оңға бағыттап аламыз. OY деп біз жоғары бағыттаймыз, яғни X-іміз оңға қарай оң сан болады, солға қарай теріс сан болады, солға қарай. Y-іміз жоғары қарай оң таңба болады, төмен қарай теріс таңба болады. Демек, P3X-іміз солға қарай кетіп бар жатыр. Мысалы, P1Y-іміз төмен қарай кетіп бар жатыр деген мағынаны білдіреді. Жақсы, есебімізді жалғастырайық. X бағыты бойынша барлық моментумдар, импульстардың қосындысы. Тек моментум деп айта беремін, өйткені импульс негізі моментум. Біз импульсті қолданып жатырмыз. Импульс деген сөзді негіз моментум екеуі бір. X бағыты бойынша P1X қосамыз
P2x x бағыттағы барлық моментумдарды қосып шығуымыз керек. Сонда x бағытта бізде импульс неге тең болады? 2 қосылған 2 жарым қосылған теріс таңба 0,5 болады. Px-іміз тең болады 4 болады. Оң таңба шықты, демек оңға бағытталған. Дәл осылай вертикаль бағыттағы y компонентін жазамыз. P1y қосылған P2y қосылған P3y болады. Өйткені 3 дене қозғалып бара жатыр. Біріншісі теріс таңба екен, 1,5 қосылған 3 қосылған 1,5. Жалпы y бағытында 3 шықты, ол да оң таңба екен. 1,5 мен 1,5 қысқарып, оң таңба болып шықты. Енді қараңыздар. Py-іміз жоғары қарай 3 шықты, Px-іміз оңға қарай, өткен оң таңба 4 шықты. Екеуі вектор болғаннан кейін арасы 90 градус болғандықтан біз нені қолдана аламыз? Пифагор теоремасы. Мынау толық моментум осылай болып табылады, оны білесіздер. Пифагормен 3 пен толық p квадрат тең болады px квадрат қосылған py квадрат, аралар 90 градус болғандықтан осыны қолдануға болады. 4 квадрат қосылған 3 квадрат, ол тең болады 16 қосылған 9 тең болады 25. P квадратымыз 25 болса, толық моментум осы жерден түбірасын алатын болсақ 5 шығады. 5 деген жауап шығады, ол бізде D нұсқасы екен. Соқтығысулар. Өйткені бұл жерде моментум, импульс сақталынады. Соқтығысудың екі түрі бар. Абсолютті серпімді соқтығысу және серпімсіз соқтығысу. Бірінші біз серпімді соқтығысуды қарастырайық. Әрине екі денені алайық, шар тәрізді деп есептейік. Біріншісі V1 деген жылдамдықпен келе жатсын, оның массасы m1 болсын. Екіншісінің массасы m2, ол да оңға қарай V2 деген жылдамдықпен қозғалып келе жатсын. Бұл соқтығысқанға дейін. Соқтығысқаннан кейін абсолютті серпімді деген, егер екі дене бірін-бірінен бөлек қозғалса, екеуінің жылдамдығы екі түрлі болса, соны абсолютті серпімді деп атаймыз. Соқтығысу массасы өзгермейді әрине. V3 деген жылдамдықпен қозғалатын болсын бірінші дене, екіншінің жылдамдығы V4 болсын, массасы әрине m2 болып қалады. Осындай соқтығысуларды соқтығысқаннан кейін екеуі екі түрлі жылдамдықпен қозғалатын болса, соны біз абсолют серпімді соқтығысу деп атаймыз. Немесе импульсы және механикалық энергиясы екеуі де толықтай сақталса, соны абсолюттік серпімді соқтығысу деп атаймыз. Бірінші шарт бұл жерде импульс сақталу керек. Яғни соқтығысқанға дейін жүйенің импульсы неге тең еді? m1 v1. Бірінші дененің импульсы сол бағытта екінші дене қозғалып бара жатты. Әрине v1 v2-ден көп болу керек соқтығысу үшін. Соқтығысқаннан кейін екеуі де оңға кетіп бара жатты. Демек, екеуінің моментумының қосындысы бастапқы импульске тең болу керек. m1 v1 қосу m2 v2, ол жүйенің бастапқы импульсы. Соқтығысқанға дейін m1 v3 плюс m2 v4, бұл соқтығысқаннан кейінгі жүйенің импульсы. Осы екеуі тең болу керек. Бұны біз алдында импульсың сақталу заңында айтқанбыз. Екінші шарт энергия сақталу керек. Яғни бұл жерде механикалық энергия әрине. Бастапқыда екі денеде қозғалып келе жатыр. Демек, соқтығысқанға дейін екеуінің кинетикалық энергиясы бар. Басқа энергия жоқ бұл жерде. Бұл соқтығысқанға дейінгі толық энергия, механикалық энергия жүйенің. Соқтығысқаннан кейін екеуінің қайтадан кинетика энергиясы бар, бірақ басқа. Екеуінің жылдамдықтары басқа болғаннан кейін кинетика энергиялары да басқа болады. Осы формула, осы теория сақталу керек. Егер импульсы де сақталса жүйенің, және жүйенің толық энергиясы сақталса, бұны абсолютті серпімді соқтығысу деп атаймыз. Мысалы, есеп шығарып көрейік. 22-ші есеп. Горизонталь жастықта массасы m1 2 кг, m2 4 кг, екі арба түзу сызық бойымен бір-біріне қарама қарсы келе жатыр. Біріншісінің жылдамдығы 2,
екіншінің жылдамдығы 3 метр секунд жылдамдықтармен қозғалып келіп серпімді соқтығысады. Соқтығыстан кейінгі жүйенің импульсы. Енді қараңыздар, соқтығысқаннан кейінгі жүйенің импульсы ол былай болады. Соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықты табуымыз керек. Оған қосамыз, әрине екеуінің бағыты бірдей болса, екінші арбаның импульсы. Бірақ қараңыздар, бұл жерде соқтығысқаннан кейінгі екі арбаның жылдамдығын әзір білмейміз. Сондықтан бірінші екеуінің жылдамдығын табу керек. Немесе, мынаған қараңыздар, бұл соқтығысқаннан кейінгі импульс. Бұл неге тең болу керек? Ереже бойынша бастапқы соқтығысқанға дейінгі жүйенің импульсіне тең болу керек. Яғни соқтығысқанға дейінгі жүйенің импульсі неге тең? М1 В1 бұл оңға кетіп бара жатты. Мысалы, екінші қарсы келе жатқаннан кейін ол солға кетіп бара жатыр, оны азайтамыз, өйткені импульс вектор болғаннан кейін бағыты өте маңызды. М2 В2 бұл бастапқы жылдамдықтары. Осы жерден 2 килограмм көбейту 2 метр секунд, азайту 4 килограмм көбейту 3, 4 азайтылған 12, жауап шығады 8, теріс таңбалы 8. Бұл бастапқы, бастапқы жүйенің бұл бастапқы дейік импульсы. Біз білеміз, серпімді соқтығысқан кезде бұл тең болу керек соқтығысқаннан кейінгі барлық жүйенің толық импульсына тең болу керек. Екеуі де 8-ге тең болу. Теріс таңбасы бұл жерде яғни солға кетіп бара жатқанын білдіреді, солға бағытталған. Бұл жерде жауабы Е болады екен, соңғы нұсқасы. Екінші түрі соқтығысу ол серпімсіз. Серпімсіз дегеніміз не? Ол егер серпімді мен айырмашылығы, серпімдіде екі дене өздерінің екі түрлі жылдамдығы болады. Ал серпімсіз болған кезде екі дене қосылып кетсе, соқтығысады, соқтығысқаннан кейін екеуі бір дене секілді қозғалатын болса, соны серпімсіз соқтығысу дейміз. Мысалы, бір пластилин келіп ағашқа соғады, немесе екі пластилин соғады, немесе бір оқ келіп ағаштың ішінде қалып қойса, ары қарай бірге қозғалатын болса, осындай соқтығысуларды біз серпімсіз дейміз. Мысалы, мынандай бір пластилин болсын. Пластилин өткен жабысқақ болады. Ол В1 мен жылдамдықпен келе жатыр. Онға мына жерде екінші пластилин бар. Оның жылдамдығы массасы М2, жылдамдығы В2 болсын. Соқтығысқаннан кейін екеуі бір дене болып, яғни толық массасы М1 плюс М2 болады. Бір В3 деген жылдамдықпен қозғалатын болсын. Осындай соқтығысулар біз серпімсіз деп атаймыз. Бұл жерде де импульстың сақталу заңдарын жазуға болады, энергияның сақталу заңдарын жазуға болады. Импульс сақталу заңы бастапқыда соқтығысқанға дейін жүйенің мынандай импульсы болды, өйткені екеуі бір бағытта ұзап келе жатты, сол үшін қосу дейміз. Соқтығысқаннан кейін бір дене ретінде жалпы массасы М1 плюс М2 болады, ол В3 деген жылдамдық. Байқап отырсаңыз, импульс бұл жерде де сақталынады. Серпімді соқтығысу болса да, серпімсіз соқтығысу болса да, екі жағдайда да импульс толығымен сақталады. Айырмашылығы тек энергияда. Серпімді соқтығысуда энергия, механикалық энергия толық сақталынады, бірақ серпімсізде механикалық энергия толық сақталмайды. Қалған бөлігі қайда кетеді? Ол жылу ретінде бөлініп кетеді. Демек, мынадай болады. Бастапқы кинетикалық энергия бірінші дененің соқтығысқанға дейінгі және екінші дененің кинетикалық энергия соқтығысқанға дейін, осы екеуін қосу арқылы біз жүйенің соқтығысқанға дейінгі бастапқы толық механикалық энергиясын жаздық. Осы соқтығысқаннан кейін бізде бір ғана дене бар. Толық массасы М1 қосу М2, жылдамдығы В3 квадрат бөлу 2 десек, сол дененің кинетикалық энергиясы. Осылай тең болмайды. Егер осылай жазсақ, бұл серпімді болып саналады. Серпімсізде міндетті түрде бір жылу бөлініп шығады. Оны Q деп белгілейік. Q деген жылу. Бір жылу бөлініп шығады. Бұл жылуды ескеру керек. Ал абсолютті серпімдіде осы жылу нөлге тең, бөлініп шықпайды. Айырмашылығы осыда. Есеп шығарып көрейік. 23-ші есеп. Тыныштықта тұрған дене жарылып массалар М1 және М2 бөлшектері болып ұшты. Егер М1 мен М2-ның қатынасы берілсе 2/3, онда олардың жылдамдықтарының қатынасы дейді. Енді қараңыздар, басында бір дене бар.
М1 қосу М2 массасы. Жылдамдығы неге тең? Тыншықта тұрған, яғни бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Бұлар жарылады. Жарылғаннан түсінікті, екі дене екі жаққа кетеді. М2 В2 деген жылдамдықпен М2 салмағы массасы 10-ға кететін болса, В1 мен М1 деген масса солға кетеді. Енді қараңыздар, бұл қандай жарылыс болмасын, бұл жерде импульс сақталуы керек. Бастапқы импульс 0-ге тең, өйткені жылдамдық 0-ге тең. Жарылыстан кейін екі импульс бар. Біреу оңға қарай қозғалып бара жатыр, біреу солға қарай қозғалып бара жатыр. Жарылыстан кейін ешқашанда бір дененің барлық бөлшектері бір жақта қозғалмайды. Әртүрлі жаққа қозғалады. Енді М2 В2 оңға қозғалады, сондықтан оны оң таңба деп аламыз. Солға қарай қозғалатын ол бірінші бөлшегі, ол М1 В1 деген импульсы бар. Осы жерден біз түсінетініміз М2 В2 тең болады М1 В1. Бізде берілген М1 мен М2-ның қатынасы, демек мен М2-ны солға шығарайын, В1-ді оңға шығарайын, сонда В2 бөлінген В1 тең болады М1 бөлінген М2. М1 бөлі М2 бізде 2 бөлі 3-ке тең, сонда В2 бөлінген В1 тең 2 бөлі 3, ал бізде керісінше В1 бөлі В2-ны сұрапты, демек ол 3 бөлінген 2 шығады. Жауабы Д болады екен. Соңғы есебіміз 24-ші есеп. Үстелде массасы 600 грамм ағаш кесегі жатыр. Үстел бетіне параллель 500 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 9 грамм оқ ағаш кесегіне тиіп, сонда тұрып қалады. Ағаш кесегінің қозғалысының жылдамдығы. Енді қараңыздар, бірінші ағаш үлкен, бұны М2 дейік, 600 грамм. Бұл жылдамдығы жоқ, тұр үстелдің үстінде. Оған кішкентай бір оқ, массасы М1 дейік, 9 грамм. Ол В деген жылдамдықпен, В1 деген жылдамдықпен келе жатыр. 500 метр секунд. Бұл соқтығысқанға дейін. Соқтығысқаннан кейін есепте берілген шартында оқ ішінде қалып қояды. Бір дене ретінде барлығы бір В3 деген жылдамдықпен қозғалады дейік. Осы В3-ті есептеуіміз керек. Бұл серпімсіз соқтығысу, ішінде қалып қойды, бір дене ретінде қозғалып бара жатыр. Демек импульс сақталынады. Импульс, бастапқы импульс соқтығысқанға дейін тек қана оқтың импульсы бар, тек қана сол қозғалып келе жатты. Соқтығысқаннан кейін екеуі бірге қозғалып бара жатыр, бір жүк ретінде. Массаларды, толық массасын аламыз, көбейтеміз В3-ке, бір дене ретінде қозғалып бара жатыр. Бастапқы импульс 9 грамм, көбейтеміз 500 метр секунд. 600 қосылған 9 бөлін көбейту В3. Осы жерден В3-іміз неге тең болады? 9 көбейту 500, 4500 бөлеміз 609-ге. Осы жерден жауабын табамын. 4500 бөлінген 609, жауап шығады 7,4 жобамен 7,4 метр секунд. Ондай жауап бізде С нұсқасында бар екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видео сабағында көріскенше.